Selam dostlar, бүгінгі видеода видеоны қалай экспорттаудың тәсілін көрсетеміз. Мысалы бізге керек бүкіл видеоның былай істеуге болады. Файл, экспорт, media content немесе клавиатурада Ctrl-M. Мысалға осы видеода бізге керек бір фрагмент қана. Нәжден басып алам. Мысалы көшеде көздеп аламыз, бізге керек көшеден топ тастада ақ пауза ноқтаны аламыз, қыртам бастайды. Ол керек бізге мына жерге шейін ғана. Мысалы қарадық. Көшеге шейін ғана керек. Тұрған настройкаларға тиіспейміз. Мына жерде по умолчанию дейді. Мысалға по умолчанию тұрған қалатта VBR қала береді. Және де мына жерде осында қала береді. Экспорт басамыз. Бұл бірінші тәсілі. Екінші тәсілі бізде видеоның тек қана жартысы емес, бір ортасындағы фрагмент тура осындай ситуация. Бізде ортасындағы фрагмент керек. Клавиатура X батырмасын басамыз. Керек жерін тауып аламыз. Мысалы мына жерден мына жерге шейін. Мына пауза ноқтамен көреміз. Осылай көреміз. Егер мысалға бізге бұл жерге керек жоқ, сәл алдыға, артқа қозғалып десем, мысалға мына пауза ноқтаға келеміз. Клавиатурада I клавиатурасын басамыз. Мына жерден міне тоқта дегенде ол клавиатурасын басамыз. Ал егер де бізге толығымен керек қалдыр десе, Ctrl-M, экспорт, әрі қарай экспортты жалғастыра бересіз. Көріп тұрғандай, бізде осы қиылған жері ғана көрсетіп тұр. Ары қарай экспорт, тақтай бересіз, қоя бересіз.